Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Керемет көңіл күймен математика сабағын бастайық. Біз соңғы кезде мына геометриялық мазмұндағы есептерге не істедік? Бет бұрдық. Дұрыс па? Яғни периметрін табу, периметрі арқылы енін, ұзындығын табу деген сияқты есептерді үйреніп алдық. Енді бүгін сабағымызды бастамас бұрын бірнеше нейрогимнастика жаттығуларын жасап алайық. Себебі біздің мына миымыздың қызып, жұмыс істеп, кез келген жаңа ақпаратқа дайын болғаны бізге өте қажет. Ал енді менің артынан қайталай қой. Құрмет, күшті. Ауыстырамыз. Құрмет, күшті. Күрделендіреміз, шапалақ қосамыз. Тамаша, менің артымнан тез-тез қайталай қой. Екі қолың бірдей ауысып жатыр ма? Жарайсың. Ал енді келесі. Бас бармақ, шынашақ. Екеуін бірінші жұмып, ашып, естеп ал. Үйреніп ал. Ал кейін екеуін жұмасың да, келесісін ашасың. Тамаша, керемет. Ал енді соңғы нейрогимнастика жаттығуы 2 және 0. Ал кәнекей, ауыстырамыз. Тамаша, керемет. Ал енді кітабымыздағы бірінші тапсырмаға қараймыз. Бірінші тапсырмада мына теңізге дейін жолдың әр түрлі бағытын ойластыруымыз керек. Олардың ұзындықтарын жазуымыз керек. Және гүлзарларға қарап, олардың периметрін табуымыз керек. Бұл тапсырма бізге оңай. Себебі біз периметрін табуды өте жақсы білеміз. Бірақ ең бірінші мына теңізге дейінгі баратын мектептің алдындағы қызға қараймыз. Енді бірінші теңізге баратын жол қанша болады? Тура мектептен теңізге дейін 10 метр ғана болады екен. Ал енді екінші, егер ортасына дейін барып, сосын барып теңізге барса, неше? 30 метрге 10 метрді қосамыз. Неше метр болады? 40 метр болады. Тамаша. Міне, тура осылай екі тағы да баланың теңізге дейінгі қанша баратын жолы бар екен. Соны бірінің астына бірін жазу керексің. Жарай ма? Ал сен жазып болғанша, мен мына гүлзарларға қарап, оның периметрін қалай табамыз дегенге ойлана берейін. Жарай ма? Ал енді ең бірінші гүлзарға қараймыз. Бірінші гүлзардың периметрін екеуміз бірге шығарамыз. Ал екіншісін сен өзің шығарасың. Келістік па? Ал қараймыз. Бірінші гүлзардың ұзындығы неше метр екен? Қараймыз. 5 метр. Ал ені неше метр? 4 метр. Ал енді жазамыз. Ұзындығын біз қандай әріппен белгілеуші едік? А деген әріппен 5 метр. Енін В деген әріппен белгілейміз. 4 метр. Периметрі белгісіз. Ал енді периметрді табу формуласын мен қызылмен сызып, жазып, және де оны қоршап қоям. Периметр тең. Не істейміз? Ұзындығын еніне қосып, 2-ге көбейтеміз. Біз жаттап алдық, я? Бірақ қайталау білім анасы болғандықтан, әр сабақта қайталап еске түсіріп отырсақ, бізге көпті кетпейді. Ал енді орын-орнына қоямын. А дегеніміз ұзындығы неше метр? 5 метр. Оған ені 4 метрді қосып, 2-ге көбейтем. Ал кәнеке 5-ке 4-ті қоссақ 9 метр. 9 2-м? Немесе 2 9-ым? 18 метр. Сонда
бірінші гүлзардың периметрі 18 метр екен. Тамаша. Ал енді екінші гүлзарға қарай ғой. Ұзындығы 7 метр, ені 3 метр. Міне, тура осылай орын-орнына қойып, әдемілеп тұрып шығара ғой, жарай ма? Және де дәптеріңе жазып жатқан кезде, балақай, дәптеріңді өте ұқыпты қолдан. Егер мына жанында орын қалса, не істейсің? Нұсқасын, екіншісін жанына жаза ғой. Келістік па? Тамаша, іске сәт. Ал енді екінші тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырмада есептер құрастырып және оларды шығаруымыз керек. Мұқият қарасақ, бізде тік төртбұрыш берілген. Тік төртбұрыштың периметрі және де ұзындығы берілген екен. Бірақ ені белгісіз. Біз не істеуіміз керек? Енін табуымыз керек. Ал кәнекей не істейік? Шығарайық. Сонымен периметрі неше сантиметр екен? Қарай ғой. 20 сантиметр. Ұзындығы 7 сантиметр. Ал ені белгісіз. Балақай, енін табудың формуласын мен қызылмен не істеймін? Жазып қоямын. Кәнекей, не істейміз? Енін табу үшін бірінші периметрін тура 2-ге бөліп алмайық па? Дұрыс па? Тура солай жазам. П тең бөлу 2. Және де мына аны не істейміз? Азайтамыз. Міне, осы формулаға саламыз. Жарай ма? Ал енді қарай ғой. В тең П-ның орнында 20 сантиметр, бөлеміз 2, азайтамыз 7 сантиметр. Ал кәнекей, 20-ны 2-ге бөлсек, 10, 10-нан 7-ні азайтсақ, 3 сантиметр. Жарайсың. Ал енді келесі мына шаршыға қарай қойшы. Шаршыға қарап, біз есеп құрастырайық. Шаршының ұзындығы берілген екен. Қанша сантиметр? 3 сантиметр. Периметрі белгілі ма? Жоқ, белгісіз. Яғни периметрін табуымыз керек. Шаршының периметрін табу формуласын білесің ғой? Кәнекей, еске түсірейікші? Яғни ұзындығын 4-ке көбейте саламыз. П тең А көбейту 4. Міне, осы формулаға салып, тез-тез шығара ғой. Балақай, екеуміз бірге 3-тің көбейту кестесін қайталап жіберсек қайтеді? Бұл бекер емес. Себебі 3-ші тапсырмада сен көбейту және бөлуге байланысты өрнектер құрастыру керексің. Ал кәнекей, қайталайық. Мен айтамын, ал сен экранның ар жағында тезірек жауап беріп отыр. Жарай ма? 3 бірім, 3 екім, 3 үшім, 3 төртім, 3 бесім, 3 алтым, 3 жетім, 3 сегізім, 3 тоғызым және 3 оным. Мен айтқан кезде үлгеріп айтып отырдың ба? Жарайсың. Яғни біз 3-тің көбейту кестесін қайталап алдық деген сөз. Керемет. Ал енді келесі мына 4-ші тапсырмаға қарасақ, сұлба бойынша есеп құрастыруымыз керек. Жарайды. Қандай есеп құрастырсақ екен? Мысалы, тік төртбұрыштардың периметрі жайлы есеп құрастырсақ қайтеді? Жарайды. Ал сен кез келген өзің қалаған нәрсеңе есеп құрастырсаң болады. Ал мен қазір тік төртбұрыштар, яғни 1-ші, 2-ші, 3-ші тік төртбұрыштардың периметрлерін бір-бірімен салыстырып не істеймін? Есеп құрастырғым келіп тұр. Мысалы, менің есебім мынандай.
бірінші P1 деп қояйын, жарай ма? Бірінші тіктөртбұрыштың ұзындығы 10 сантиметр. Ал екінші тіктөртбұрыштың периметрі белгісіз 2 есе артық. Ал енді үшінші тіктөртбұрыштың периметрі керісінше екіншісінен 2 есе, немесе 2 есе демейік, 4 есе кем деп жазайық. Ал енді не істейміз? Табамыз. Бірінші, екінші және үшінші тіктөртбұрыштың периметрін табу керекпіз. Ал шешуін менімен бірге жаза қой. Бірінші, 2 есе артық болған кезде не істейміз? 10 сантиметрді 2-ге көбейтеміз. Сонда 20 сантиметр болады. Жақшаның ішіне P2 деп жазып қой. Себебі бұл екінші тіктөртбұрыштың периметрі. Ал енді мына P3 2-ден 4 есе кем дейді. Не істейміз? 4-ке бөлеміз. 20 сантиметрді 4-ке бөлеміз. Неше шығады? 5 сантиметр. Бұл P3. Міне, тамаша. Тура осылай өзің қалаған бір есеп құрастырып, міндетті түрде не істе? Суретке түсіріп бізге жібер, жарай ма? Ал енді бүгінгі біздің сабағымыздың ең соңғы тапсырмасы өте қызық. 5-ші тапсырмаға қарай қойшы. 5-ші тапсырмада тиісті орынға жақшаны қоюымыз керек. Ал кәнекей мен біріншісін жазайын. 40 азайту 8, қосу 7 тең 25. Ал енді ойланамыз. 40-тан қаншаны азайтқан кезде 25 шығады? 15-ті азайтқан кезде 25 шығады, я? Ал енді мына 8-ге 7-ні қоссақ 15 шыға ма? Я, 15 шығады. Яғни біз жақшаны қайда қоямыз? Мына 8 пен 7-ге жақша қоямыз. 8 пен 7-ні қоссақ 15, 40-тан 15-ті азайтсақ 25. Міне, тура осылай 5-ші тапсырманы соңына дейін аяқтап, және де үйге 6-ші тапсырманы ала қой, жарай ма? Келесі сабақта сені күтетін боламын. Келесі сабақта кездескенше.